мұсылман халқына да байланысын байқады. Қызыл армияның ең тегеурінді жауынгерлері қазақтар болды. Жалпы алғанда соғыстың басынан соңына дейін қазақтар өздерінің ең жақсы жағынан көрсетті. Ал Сталинградтың өзінде жауынгерлердің ең үздік дегендерінің қатарында қырғыз, қазақ және башқұрт сияқты орта азиялық халықтардың өкілдері жүрді. Қырымдық емес, молалық татарлар да өздерін өте жақсы жағынан танытты. Бергтің осы сөзінде, осы пікірінде үлкен астар бар. Сталин бастаған Совет үкіметі әсіресе 40 жылы, жаңағы Хайдар Сеченбаев айтты ғой, Совет әскері үшін өте ауыр болды. Неміс әскері СССР шекарасы 400 шақырым тереңге берді. Украина жағдайын білесіздер, Белоруссияның жағдайын білесіздер, Кавказды алу қаупі төнді. Сол кезде Совет басшылығы қатты қималды, не істерін білмеді. Қауіптенді, қауіптенгенде мына Орта Азия халықтарынан қауіптенді. Неге қауіптенді? Өйткені Сталин бастаған Совет билігі орталық жасаған қиянаты бар болатын. Қазақ халқына, Орта Азия халықтарына жасаған қиянаты. Олар ол қиянатын біледі. Ал енді сол оның бірден бір себебі осы жағдай болатын. Бірақ қазақ халқы ешқандай күдік берген жоқ. Қазақ халқы барлық жағынан Совет үкіметіне деген, оған Совет билікке деген қолдауын көрсетіп жатыр. Тылда да, әскер соғыста да екеуінде бірдей. Ал енді біз қазір айтайын, ең қызық жеріне келгенде асып тұрмыз. Бұл хатты өте жақсы талқылаған. Бүкіл Қазақстанның барлық халқы совхоздарында шет қалалардың талқылауынан үлкен адамдардың бәріне қол қойдырған. Басым түрде қазақтардан қол қойдырған бұл хатты жариялар алдында, Правда газетінде. Ал енді осыған байланысты бұл хатты кім жазды деген сұрақ бар. Бұл хатты оқып көрсеңіздер өте қызық нәрсе. Мәселен, өзбектен жазған хатында былай дейді: егер сендер жаудан жеңілсеңдер, елге қайтар жағдайда есік жабық боласыңдар дейді. Есігіміз жабық болады. Тек қана жауап бересіңдер. Ана Лениннің, Сталиннің приказы бар ғой, 222-ші приказ. Тура сол рухта жазылған хат. Сендер жауды жеңбей оралсаңдар, біздің есігіміз жабық дейді. Тура осы хатты қазақ халқының атынан жайнаған Правда жариялаған мақалада айтылды. Қайткенде жеңу керек, шегініс жоқ. Ал енді бір айтатын нәрсе, өшідан тағы айтатын нәрсе, бұл хатқа тән нәрсе. Хатта қазақ халқы Совет 17 жылғы революцияға дейінгі өмірі мен революциядан кейінгі өмірі қарсы қойылды. Сендер 17 жылға шейін күн болатынсыңдар. Сендер азаттық болған жоқ. Жақсы өмір болған жоқ. Жақсы өмір Совет заманында көрдіңдер деді. Ал осындай тура соған осындай ойлар айтылды. Ағатты ойлар айтылды. Қате ойлар айтылды. Біз оны қазір айтуымыз керек. Жасыратын түгі де жоқ. Осыған байланысты Бауыржан Момышұлы соғыстан жүріп хат жазды. Әдебиетші Есмағамбет Смайыловқа. Хатында ол былай еді: біздің кейбір әжептәуір адамсыған жігіттеріміз баспа бетінде көптің алдында. Біз қараңғы, жабайы, надан сорлы едік. Біздің бабаларымыздың көзі ашылмаған соқыр, пайымсыз, жарық дүниені танымаған, даланы жайлаған айуан қатары халық едік деген ойды айтып жүрді. Момышұлы айтады. Осы сияқты бірнеше жала, өлтіріп, өсіп, қиянат, жалпарышықты сөздер айтып, елеңсесін селге салып, жел етіп жүргендер аз емес. Ондай жігіттердің ел соңына біткені сөзсіз емес пе дейді. Біздің бабамыз кімнен кем, кімнен сорлы еді дейді. Бауыржан Момышұлы айтады. 1000 жыл жасаған қазақтың ішінен ақылды, пайымды адамдар бүгінгі таңда ғана шығып па? Совет заманында ғана шығып па дейді ақылды адамдар. Кемеңгерлік, данышпандық, ел қасиетін, бабамыздың аруағын тепкен тентектердің аузына қашан тыйым салынады?
Бабамыздың адамгершілігі, ерлігі, ақылы, сипат, салтанаты көп алдында әділ баға алып, немере шөберелеріне қашан мақтаныш, тамсал, мысал болып, жұрт алдында еңсемізді қашан көтереді. Басқалар бабаларының аруағына сыйынып бас ұрғанда, ондай міндетті борышымызды басымыздан атқаруға, біздің ұналуымызға жол болсын. Ол айтады. Совет 17 жылға шейін қазақ өміріне, совет заманында өмірін қарсы қойып тоқтатсын дейді. Қазіргі уақытта бабаларды қарсы қойып тоқтатсын дейді. Осындай нәрсе. Ал енді бір сонда жаңағы қатты айтылады, қазақ жауынгерлері ерлік көрсетті, осындай азаматтық көрсетті деп жазады. Ал бірақ сол ұстанымында совет үкіметі соңына шейін болды ма? Сол ұстанымды аяғына шейін сақтады ма? Жоқ. Советтік билік оны сақтаған жоқ. Соғыс басталған соғысқа шейін ақ 1944 жылы Москвада қазақ история казахская ССР 43 жылы шыққан қазақ ССР тарихы талқыға түсті. Орталық комитеттің хатшылары қатысқан, Маленков, Жданов сияқты қатысқан талқылау өтті. Ол 4-5 отырысы болды. Айлар өтті. Сонда талқыға түскен қазақ ССР тарихы. Онда не талқыға түсті дейсіздер ғой? Сонда бір сөйлеген Москвалық тарихшы айтты. Москвалық тарихшы былай деді. Еврейлер не деуші еді? Қандай ұлт деуші еді? Ерекше ұлт деуші еді? Сонда айтады, не бұл қазақ деген ерекше ұлт бар ма дейді, сонда Москвалық тарихшы. Оның қандай артықшылығы бар басқа ұлттан дейді. Неге сонша дәрі түреп қазақ ССР тарихында дейді. Ал енді сонда соғыс аяқтала салысымен қазақтың тарихшылары, әдебиетшілері, ғалымдары қуғынына ұшырады. Қазақ ұлт сотығына қуғындық басталды. 1920 жылдан бастап көтерілістер, ғалымдар, жазушылар ұзақ мерзімге абақтыға жабылды. Бекмұхан тарихын білесіздер, осы жаңағы аталған Есмағамбет Смайылов тарихы, Қасым Жұмалиев тарихы тағы басқа толып жатқан нәрселер бар. Оның бәрін айтпай ақ қояйын. Ал бірақ шын мәнінде совет үкіметінің саясаты осы кезде, осы мынау жаңағы қазақ халқының соғыс кезеңіндегі ұстанымына байланысты ол ылғи құбылып өзгеріп тұр. Енді осы хат жазған кім деген сұрақ болады. Кім жазды осы? Қазақ халқының қазақ жауынгерлеріне хаты өте шебер тілмен жазылған, өте мықты тілмен жазылған. Ол осы уақытқа шейін сол хаттың авторын толық біз білмейміз. Бірақ бір адам айтады ол туралы. Қасым Жұмалиев. Осында Мұратов тарихшы үніміз отыр. Ол біледі. Қасым Жұмалиев 1922 жылы 25 жылға сотталған білесіздер. Ол жылдық ұстаным ішінде. Сол тергеуге берген жауабында былай дейді. Бұл хатты мен жаздым дейді. Қазақ тілінде жазылған. Оны орыс тіліне аударған кісінде аты белгілі. Орыс тіліне аударған кісі бар. Ал енді бірақ оны әдеби тілге көшуін орыстың советі классик жазушылары Паустовский, Зощенко, Константин Симонов сияқты жазушылары әбден шарттау шегіне жеткізген орыс тілін аудармасын. Қазақшасын жазған Қасым Жұмалиев мен деп көрсетеді. Ал бірақ оны әлде болса толық зерттеу керек. Ал бірақ өте бұл қызықты нәрсе, қызықты хат. Мен қысқаша ғана осыны аяқтайын. Бұл әрине бұл хат кейінгі ғалымдар тарапынан зерттелетіндігіне мен сенімім мол. Рахмет.